Қазақстан азаматтарына шетелдік көліктерді страховка арқылы жүргізуге тыйым салынады. Яғни қазақстандық емес машинаны өзге елдің азаматтары ғана сақтандыру полисін алып еркін басқаратын болады. Не говори так! Не говори так! Автокөлікті міндетті сақтандыру деген заңның 10-шы бабына жаңа 5-2 деген тармақ қосылады. Онда былай жазылған: Қазақстан аумағында халықаралық қозғалыста жүрмеген көлік иесінің азаматтық құқықтық жауапкершілігі міндетті сақтандыру шартын жасауға мүмкіндік бермейді. Былайша айтқанда, енді сақтандыру полисін алу үшін машина не Қазақстанда тіркелу керек, не шетел азаматының меншігінде және соның басқаруында болу керек. Қазақстан азаматы шетелдік нөмірі бар автокөлікке сақтандыру полисін рәсімдей алмайды. Сәйкесінше, мұндай машинаны сақтандыру арқылы бір-біріне сата алмайды деген сөз. Вот и все. Неплохая получилась история. Интересная, веселая, порой немного грустная, а главное поучительная. Қазір заңға өзгеріс пен толықтыру енгізу жобасын Сенат қарап жатыр. Мақұлдаса, президенттің қол қоюына жіберіледі. Тоқаев құжатты қолдаса, онда шынымен шетелдік көліктер көшелерде азаяды. Бірақ бұл заң қаншалықты жүзеге асырылатынын өмір көрсетеді.